Ал семейлік кәсіпкерлер қаржы дағдарысына әлеуметтік шаралар арқылы төтеп беруде. Қаладағы әрі сауда орындарының бірі жаңа жылдан бастап жалға беру құнын 15%-ға дейін төмендетпек. Бұл шара 2016 жылдың соңына дейін жалғасады. 20 жылдық тарихы бар сауда орталығында бүгінде 2,5 мың жеке кәсіпкер сауда жасап, нәпақа табуда. Мұнда негізінен азық-түлік, киім-кешек, тұрмыстық заттар сатылады. Қысылтаяң шақта шағын және орта бизнес өкілдерін осылайша қолдауды жөн санадық. Біз де отандық өнімдерді қолдау бойынша да ауқымды шараларды қолға алдық дейді сауда орталығының басшылары. Енді осы базардың арқасында бала шағамызды асырап жүрміз. Рахмет. Енді осы мына қаржылық дағдарысқа қарамай бізге 15%-ға арендамызды түсіріп отыр. Бұйырса осы қаржы дағдарысын жеңуге тырысамыз. Барлығымыз бірігіп. Мына жергілікті тұрақтандыру қорымен жұмыс істеп жатырмыз. Уже бірнеше жыл болды. Ол кісілерге біз осында тегін орын беріп жатырмыз. Ол бүгін күнде кішкене болса да бағаны түсіруге өзінің әсерін көрсетіп жатыр. Енді тағы алдыға қоятын бір мақсатымыз бүгін күні осы өндіретін тауарларды өндіретін кәсіпорындармен делдалсыз жұмыс істеу.